Баршаңызға сәлем. Бүгін сүзбе салмасы бар пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ингредиенттері төменде жазылып тұр. Ол үшін ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Үстіне какаоымызды да електен өткізіп қосамыз. Үстіне қантымызды, бір қасық қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Және де бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, үгітінді жасайтын боламыз. Кейін үстіне бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Міне біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды. Жартысының жартысын мұздатқышқа жібереміз. Қамыр қатуы керек, ал жартысынан көп бөлігін тоңазытқышқа жібереміз 20 минутқа. Бізде мұздатқышқа жіберу себебіміз бізде қамырымыз қатуы керек, өйткені күштен өткізген кезде оңай өткізілуі үшін. Салмасын дайындау үшін бөлек ыдысымызға сүзбемізді, оның үстіне қантымызды, 2 жұмыртқамызды және де сары майымызды ертіп, барлығын қосып, үстіне қамыр қопсытқышымызды және де крахмалымызды қосып, ванилинін қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластыратын боламыз. Мендегі форма 24 сантиметр. Алдын ала пергамент қағазын төсеп алдым, және де қамырымыздың жартысын осылайынан видеодағыдай жайып, жақсылап формасын келтіріп аламыз. Және де қалған жартысын жанына қоятын боламыз. Астыңғы бөлігін жасап болдық, енді жанын жасайтын боламыз. Енді қасық немесе шанышқының көмегімен жандарын дүзейтін боламыз. Енді үстіне салмамызды саламыз. Және де барлығын біркелкі етіп, лопатканың көмегімен жайып шығамыз. Қамырымызды мұздатқыштан алып, үккіштен өткіземіз. Қамырымыз қатты болуы керек, сол кезде үккіштен жақсы өткізіледі, оңай өткізіледі, және де 170 градуста 50 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің тортымыз дайын. Өте жұмсақ, үсті піспей қалды деп қорықпауға болады, және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Оразгүл.